Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жемістер мен көкөністер, мысалдар шығарамын, цифрларды бастырып жазамын. Енді балалар, видеороликке назар аударайық. Бұл роликтен сендер жемістер мен көкөністердің адам денсаулығына пайдалы екенін білдіңдер. Енді балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Сырымның отбасы жемісті жақсы көреді. Кімнің нені таңдағанын ата жауабын жапсыр. Сырымның әкесінде неше жеміс бар екен? 3 шабдалы және 1 алмұрты бар екен. Барлығы неше жеміс сонда балалар? 4 жемісі бар екен. 4 санын жапсырмадан алып, дәптерімізге жапсырамыз. Қалған тапсырмаларда дәл осылай жемістерді санай отырып жапсырамыз. Бұл 3 цифры, жазбаша түрі. Ағаштар нешеу балалар? Ағаштар 3 екен. Тәрелкедегі алмаларға қарайық. Бірінші тәрелкеде 3 алма, екінші тәрелкеде 1 алма, ал үшінші тәрелкеде 2 алма бар екен балалар. Екінші тапсырма, қаламмен бастырып жаз. 3 цифрын тор көзге арасынан 1 тор қалдырып, 2 жолға жазамыз. Үшінші тапсырма, 3 санын қалай құруға болады? 3 санының үйшігіндегі дөңгелектерге қараймыз. Қызыл, көк дөңгелектерді санай отырып, 3 санын қалай құруға болатынын маған жазып көрсетесіңдер балалар. Төртінші тапсырма, алмаға жазылған амалдарды орында, жауабы бойынша алмаларды сол түспен боя. Өзіңді өзің бағала, смайликтердің аузын сал. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.